Барлық ағзалардың тіршілік етуі бір-біріне тәуелді. Бірақ кейбір түрлер арасындағы қарым-қатынас өте күшті болады. Әр алуан түрлердің өте жақын қарым-қатынаста тіршілік етуін селбесу деп атаймыз. Егер мұндай қарым-қатынас екі жаққа да пайдалы болса, ол мутуализм деп аталады. Мутуализмді көптеген экожүйелерде кездестіруге болады. Ол ағзалардың барлық түрлерінің арасында. Өсімдіктер мен саңырауқұлақтардың, жануарлар мен өсімдіктердің немесе әр түрлі жануарлардың арасында да байқалады. Мына маржан рифтер экожүйесінде сайқымазақ балық жемтігін улы қармауыштар арқылы аулайтын актиниялармен тығыз байланыста тіршілік етеді. Актиния сайқымазақ балықтарды қызықтыру үшін суға химиялық заттарды бөліп шығарады. Сайқымазақ балықта актинияның ажалды уынан қорғайтын шырышты қабаты болады. Бұл оларға актиния қармауыштарының арасында қауіпсіз тіршілік етіп, жыртқыштардан қорғануға мүмкіндік береді. Өз кезегінде сайқымазақ балықтар актиниядан көбелек балықтар сияқты зиянкестерді қуып, оларға жем болудан сақтайды. Осы экожүйеде тағы бір мутуализмдік қатынас бар. Ол бұзау балық пен асшаян арасында. Асшаян құмда ін қазып, оның ішін тазалайды. Оның ішінде бұзау балық тіршілік етеді және уылдырық шашады. Асшаянның көру қабілеті нашар. Асшаян құмды қазып болғанша бұзау балық айналаны бақылап тұрады. Егер жақын жерде жыртқыштар болса, бұзау балық асшаянды ескерту үшін құйрығымен түртеді де, екеуі бірге інге тығылады. Мутуализм түрлер арасында таңғаларлық қарым-қатынас пен мықты байланыс орнаталады. Оның арқасында түрлер бір-біріне көмектесіп, екеуі де тірі қалады.